Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Арай, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздермен шелпек жасаудың бір түрімен бөлісетін боламын. Әр өңірдің шелпек жасау тәсілі әртүрлі, білемін. Біз шымкенттіктер көбіне осылай жасаймыз. Сол себепті шелпек былай істелмейді, олай істелмейді деп сөкпеңіздер. Егер тура осындай 7 шелпекке жетсін десеңіз, 150 грамм жылы су, 150 грамм жылы сүтті араластырып, оның үстіне құрғақ дрожж салып, оның үстіне сахарды салып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін бетін ашып, тұз салып, жұмсақ қамыр илейміз. 2 ас қасық майонез қосып жіберсеңіздер, жұмсақ шелпек шығады. Мен осы рецептпен бауырсақты да шелпекті де жасай беремін. Жұмсақ қамыр илеп, оның бетін жауып, жылы жерге жарты сағат, 1 сағатқа қалдырамыз. Бұны емес, бірақ Қамыр көтерілген соң 7 бөлікке бөліп, жайып шығамыз. Жайып болған соң тағы да бір 10 минутқа қалдырсаңыз, кішкене көтеріліп, ішінің барлығы бос болып, жақсы пісіп шығады. Ортасы аппақ болып, жан-жағы ғана пісіп қалмасы үшін осылай вилкамен ортасын басып, екі жанынан кішкене көтеріп тұрамыз арасында. Маған қып-қызыл болып піскен шелпектер ұнайды, сол себепті қызартып пісіремін. Осымен шелпектеріміз дайын. Рецепт ұнаған болса, жасап көріңіз. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне қалдырыңыз, міндетті түрде жауап қайтарамын. Қазақша каналдардың өсуіне үлес қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.